Ne желтоқсаншылар келді. Видеода 1 минут қой. Мына желтоқсан, қаңтар, желтоқсан, Жаңаөзен, қаңтар. Кім кінәлі? Билік кінәлі. Үкімет билік кінәлі. Билік емес, жемқорлар. Билік деген халық қой. Олар халыққа қызмет ету. Енді екінші сұрақ. Не болды Олай шатаспаңыз. Екінші сұрақ. Олар билік деп айтуға болмайды. Екінші сұрақ. Билік. Анау Тоқаев пен Назарбаев. Шындық ашылады ма? Ашылады. Баке. Ашылады ғой. Анеке. Міндетті түрде ашылады. Түркі солаш десеңіз бізді күтіп жатыр. Шындық ашылады ма? Ашылады. Ашылады ма шындық? Шындық жеңеді. Шындық үшін күресу. Бәрі дедім, 1 сұрақ қой, 3 сұрақ. Иә. Тез-тез түсіріп жіберіңізші. Одан ары қандай іс-шара қолданамыз? Ашылғанда. Қашан қолданамыз? Болды ма? Болды жүріңіз. Ауызбіршілікте. Bir adam birігу керек. Bir нәрсені ұмытпайық. Әділдік үшін күресуіміз керек. Құранда да, барлық жерде де билік халық деп жазылған. Шындық ашылғаннан кейін не іс-әрекет істейміз? Шындық әрекеті бәрі өзімен өзі шешіледі деп ойлаймын. Дұрыс. Мен де сөйтіп ойлаймын. Бірлік болса. Иә. Бірлік болса, түсінік болса, санамыз. Неше оларды билік деп айтаған. Бәрі бірлік. Ал міне бүгін 16 желтоқсан 2022 жыл. Билік деген халық. Ертеңде осы жерде кездесеміз. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, біз Шымкент қалалық полиция департаменті патрульдік полиция полкының жеке құрамы 4-8 рота инспекторлары ішкі істер саласында жұмысқа кірген күннен бастап халықтың тыныштығы үшін күшейтілген күн тәртібінде үздіксіз қызмет атқарып келдік. Бізден рота командирлері Әлімханов және Мырзалиев мырзалар қысыммен ақша жинау фактілері болды. Яғни рота командирлері ақша алып отырды. Осы бойынша үстімізден іс қозғалып ақталмайтын негізбен қысқартылды. Біз пандемия және қаңтар оқиғасы кезінде халықтың тыныштығын сақтап қалуға, қиын қыстау күндері отбасымызды тастап, өмірімізге қауіп қатерге тігіп, қызмет атқардық. Сізден сұранарымыз осы ішкі істер саласында қызметте қалуды сұранамыз. Біз елге адал қызмет етеміз деп ант береміз. Президенттің атына жасалған видео үндеулеріңізді әлеуметтік желіге жарияласам болады ғой? Бұныңызде сіз кімсіз? Аты жөніңіз? Батыр. Батыр. Қағазбен алып. Вы почему сняли? Сіз әкімдік қызметке едіңіз ба? Алматы тазалықтан. Алматы тазалық? Аты жөніңізді айта аласыз ба? Ана кісілердің өзіне беремін. Отдай нам. Аты жөніңізді айтыңызшы. Өзіңіз таныстыра аласыз ба? Не істеп қойсаған мұны? Қазақ тағдыры бол. Қазақ емессің ба? Армаға сал келіп, біз дәл қазір тәуелсіздік монументінің алдына келіп тұрмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай 86 жыл, одан кейін біздегі тәуелсіздікке ұмтылыс болса, қазақ жастарының, қазақ студенттерінің, одан кейін біздің қазақтың басына төнген үлкен нәубет, ол 2011 жыл Жаңаөзендегі оқиға болды. Жаңаөзендегі оқиғаны біз ешқашан ұмытпаймыз. Жаңаөзен ақиқаты ашылмағаннан кейін қаңтар қайтадан жалғасып өзінің орнын тауып тұр. Ең әуелі Жаңаөзенге оқиғасында оқ атқандар халыққа және оқ атқызуға бұйрық бергендер, әсіресе Назарбаев Нұрсұлтанның сотталуын осы Қазақстанның жасы ретінде мен талап етемін. Себебі осындай 30 жыл бойы елді жемқорлықпен тонап, жансып, өзінің билігін сақтап қалу үшін қаншама біздің саяси белсенділеріміз, саясаткерлеріміздің көзін құртқанда Назарбаев болатын, өзінің ұл-қыздарын байытып отырғанда сол Назарбаев болатын. Қазақтың 30 жыл бойы азапталуына және осылай халықтың кедей тұрмыс тіршілікте өмір сүруіне де кінәлі Назарбаев болатын. Біз барлығына тек Назарбаевты кінәлаймыз және соның жүйесін кінәлаймыз. Қаңтардың және Жаңаөзеннің шындығы ашылу керек, объективті тергеу болу керек. Егер тергеу дұрыс болмаса, шындығы ашылмаса, бұл оқиға бұнымен тоқтамайды. Бір рет, екі рет оқ атқан билік халыққа тағы да оқ атуған тайынбайтындығы анық. Және дәл қазір білесіздер, біз демократиялық партия бастамашы тобы, оның жетекшісі Жанболат Мамайдың 8 ай бойы мына биліктің құрбаны болып,
тар қапаста отырғандығын және бірде-бір дәлел таппағаннан кейін Ұлыбритания, Америка, OBSE және басқа да демократиялы елімізде санайтын бүкіл әлем Жанболат Мамайдың бостандығын талап етіп, Тоқаевқа ресми түрде, ашық түрде айтты, саяси реформа жасайын десең, әуелі Жанболат Мамайды босат деді. Тек халықтаған емес, бүкіл әлемді Жанболат Мамайдың ісі толғандырып тұр, және Жанболат Мамайды шығу керек, ақталу керек. Ол ешқандай қылмыскер емес. Қылмыскер болса, осы 9,5 айдың ішінде олар оның кінәсін дәлелдейтін еді. Бірақ сылтауратып сотты созып жатыр. Оның тағы да бір себебі, міне бүгін 16 желтоқсан күні митингке шықпасын, халықты шақырмасын алаңға десе, екіншісі қаңтардың 1 жылдығы келе жатыр. Сол кезде де халықты алаңға шақырмасын, биліктің жазаға тартылуын, оқ атуға бұйрық берген Тоқаевтың жазаға тартылуын, соттауын талап етпесін, Жанболаттың үні шықпасын деп, әдейі үй қамақта ұстап отыр. Тіпті дәрігерлерге барып, көрінуіне, емделуіне де мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Бұл биліктің қарапайым азаматтардан, қарапайым халықтан қалай қорқатындығын ашық түрде көрсетіп отыр. Әуелі саяси реформалар жасау керек. Демократиялық партия бастамашыл тобының біз тіркелуін әрбір осындай қандай жерге келсек те талап ететін боламыз. Себебі елде ешқандай әділдік жоқ. Біз осында өзіміздің үнімізді жеткізу үшін, айту үшін келдік. Сонымен қатар Құран бағыштауға келдік. Әділ тергеу болу керек. Қылмыскерлер полиция болсын, генерал болсын, майор болсын, президент болса да халыққа оқ атқандығы үшін жауап беру керек дейміз. Дұрыс. Қазір біз осында Құран бағыштасақ, сіздер де қосылсаңыздар бізге. Кім мұхит Құран? Президентке үндеу жолдаймыз. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза мен облыс әкімі Ноғаев Нұрлан Асқарұлына біз АОФИСтегі 2 акционерлік қоғамының жұмысшылары 2022 жылдың қазан айында басталған еңбек дауымызды шешіп берулеріңізді сұраймыз. 15 желтоқсан 2022 жыл Түпқараған ауданының сот шешімімен Қазақстан Республикасы азаматтық процессуалдық кодексінің 243 бабының 5 тармағына сай біздің бейбіт шеруімізді заңсыз деп танып, осы шешімге сүйене отырып, бас директор Байжелиев Ернар және орынбасары Қадыров Талғат біздің еңбек шартымызды бір жақты бұзылатынын бірнеше рет ескертуін тоқтатпай жатыр. Еститін мемлекет қағидатын ескере отырып, сіздерден осы еңбек дауымызды шешіп берулеріңізді сұраймыз және сенеміз. Бүгін 16 желтоқсан. Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Ақшымырау ауылы жастары Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға өз үндеуімізді арнаймыз. Қазіргі таңда елімізде кең таралып кеткен терең тамыры жайған құмар ойынханалардың және де интернет желісінде жарнамасы қаптап кеткен барлық құмар ойындардың жабылуын талап етеміз. Себебі бұның зардабынан жастар көптеп қылмысқа баруда, өз-өзіне қол жұмсау, тонау, қаншама отбасы ажырасып өлімге дейін әкелуде. Барша қазақ жастарына қолдау күтеміз. Қолдаймыз ба?